Good day, dear students. How are you? Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз 4-ші сынып Top Stars кітабы 88 және 89 беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Exercise number 1, бірінші жаттығу, жаңа сөздер, steps ол бізде баспалдақ. Bench ол бізде скамейка, яғни далада отыратын орындық. Екінші жаттығуға назар аударамыз places in Kazakhstan, Қазақстандағы жерлер деген. Мәтінді оқып аударайық. Шымкент zoo, Шымкенттегі зообақ. Шымкент is a great city for tourists in Kazakhstan. Қазақстандағы туристер үшін ең керемет қала ол Шымкент дейді. There are parks, museums and of course the Шымкент zoo. Онда парктер, мұражайлар және әрине Шымкент хайуанаттар бағы бар дейді, яғни зоопарк бар дейді. There are over 1,000 animals in the zoo. Ол жерде мыңдаған жануарлар бар дейді. You can see lions, camels, elephants, giraffes and other animals there. Мұнда сен арыстандарды, түйелерді, пілдерді, жирафтарды және де сонымен басқа да жануарларды көре аласың дейді. Шымкент zoo is open every day from 9 a.m. to 6 p.m. Шымкент хайуанаттар бағы күн сайын сағат 9-дан кешкі 6-ға дейін ашық дейді. Келесі a great park, тамаша, яғни керемет парк, бақ деген. This is the first president's park in Almaty. Бұл Алматыдағы тұңғыш президент саябағы дейді. It is very big. Ол өте үлкен. There are trees and flowers in the park. Ол саябақта ағаштар және гүлдер бар дейді. You can climb the steps and see all of the park or you can sit on a bench. You can play and have great fun at the park. Сіз баспалдақтан көтеріліп, барлық саябақты көре аласыз дейді, және сонымен қатар скамейкада, яғни орындықта отыра аласыз, және де ол жерде ойын ойнай аласыз дейді, және де көңілді уақыт өткізесіз дейді. Келесі ендеше 3-ші жаттығуды орындайық. Осы біздің оқылған 2-ші жаттығуға қатысты тапсырма. Екінші сөйлемнен бастаймыз, түсіп қалған сөздерді жазып, сөйлемді толықтырып кетеміз. There are over 1,000 animals in the zoo. Онда мыңдаған жануарлар бар деген сөйлем. Үшінші, the zoo is open every day from 9 a.m. to 6 p.m. The first President's Park in Almaty is very big. There are trees and flowers there. You can sit on a bench or climb the steps and see all of the park. Ендеше келесі бетке назар аударайық. Тағы да бізде жаңа сөздер берілген бірінші жаттығуда. Protect, environment, recycle, turn off the lights, room. Protect деген ол бізде қорғау, environment қоршаған орта, recycle деген қайта өңдеу, мысалы қоқысты қайта өңдеу деген сияқты, turn off the lights деген жарықты сөндіру, room деген бізде бөлме. Жоғарыда тақырып айтылып тұр, help protect the environment дейді. Яғни қоршаған ортаны қорғауға көмектесу деген. Астында 2-ші жаттығуда бізде тағы да мәтін берілген, сол мәтінді оқып аударайық. World Environment Day. Дүниежүзілік қоршаған ортаны қорғау күні дейді. People around the world celebrate World Environment Day on 5th June every year. Жалпы дүние жүзіндегі адамдар 5 маусым күні әр жыл сайын әлемдік, яғни дүние жүзілік қоршаған ортаны қорғау күнін тойлайды дейді. But we must help protect the environment every day. Бірақ біз қоршаған ортаны қорғауға күн сайын көмектесуіміз қажет, яғни күнде көмектесуіміз қажет дейді. Күнде қорғауымыз қажет. Here are some things we can do. Мұнда сіздер жасай алатын кейбір нәрселер дейді. We can recycle дейді. Біз, яғни қайта өңдей аламыз дейді.
яғни біз қоқыстарды қайта өңдеуге жібере аламыз, қайта өңдей аламыз. Келесі, we can ride our bikes to school or work. Біз өзіміздің, яғни велосипедімізді мектепке немесе жұмысқа айдап бара аламыз. Яғни көлікті қолданбай біз табиғатқа көмектесу үшін, қоршаған ортаға көмектесу үшін велосипед айдай аламыз. We can plant trees with family and friends. Біз өзіміздің отбасымызбен, достарымызбен бірге ағаш отырғыза аламыз дейді. We can turn off the lights when we leave a room. Біз бөлмеден шыққан кезде жарықты сөндіруіміз қажет, сөндіріп кете аламыз дейді. Осы нәрселерді жасау арқылы біз қоршаған ортаға көмектесе алады екенбіз. Ендеше келесі үшінші жаттығуды орындайық. Бұл жерде айтып тұр, read and take the ideas that help protect the environment. Қоршаған ортаны қоршаған ортаны қорғауға көмектесетін идеяларды белгіле дейді. Біріншісі бізде recycle, яғни қайта өңдеу, оған белгі қойылған. Екінші сөйлемді оқиық, throw rubbish in the park дейді. Жоқ, оған белгі қоймаймыз. Бұл жерде айтып тұр, яғни паркте, саябақта қоқыс тастау деген. Үшінші, plant trees and flowers, ағаш, гүл отырғызу, бұған белгі қоямыз. Келесі соңғы, always take your car to go to work. Әрдайым жұмысқа баратын кезде машинамен, яғни көлікпен бару дейді. Жоқ, бұған белгі қоймаймыз. Себебі бұл қоршаған ортаны қорғауға көмектесетін амал емес, идея емес. Енді сіздерге төртінші тапсырмада make a help protect the environment poster дейді. Яғни сіздерге қоршаған ортаны қорғауға көмектесетін амалдар жайлы постер қорғап жасаңыздар дейді. Мен сіздерге мінекей 3 мысал сөйлем жазып кеттім. Сіздер қасына сурет салып, және де өздеріңіздің қосымша сөйлемдеріңізді жазсаңыздар болады. Және де осыны сыныпта қорғайсыздар. Save water every day. Яғни суды үнемде деген. Walk or ride a bike. Жаяу жүр немесе велосипед деп. Be kind to animals. Жануарларға қамқор болу. Яғни бұл жерде қазақшасын жазбай-ақ постерді әдемілеп салыңыздар.